Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде көрісу айт барлығымызға қабыл болсын. Келесі жылға аман есен жетейік. Ал біздер өзіміздің ата-аналарымызға көрісіп келейін деп бара жатырмыз. Бұрын соң негізі көрісу мерекесі басқа аймақтарда тойланбайтын еді. Қазіргі таңда бұл мерекені барлық өңірлерге енгізді. Ал сіздерде көрісу айт тойлана ма сіздің аймақтарда? Жазып кетіңіздер. Біздер Айбектің папа-мамасының үйіне келе жатырмыз. Онда мындай күшік бар, әдіш оны жақсы көреді. Күшті ме, күшік? Күшті ме, әдіш? Қашып баратыр, жоқ? Күшті ме, күшік, әдіш? Мури ұйықтап жатыр екен. Мысық. Қандай күшті. Елді. Әдіш түсті шайба. Кел. Қорықпа тимейді. Тимейм саған. Жыным. Күшті көреді күшікті. Ешін. Мирамның подушкасын алуға келдік. Бізде осындай жасайды екен. Күшті екен. Қазір үйге барып обзор түсіреміз. Мынау мойынға ма? Су келіп жатыр да. Бақылап жүр, я. Қорқынышты мынау кетсе. Су астында қалу қаупі бар. Бүгінгі түскі асқа мен орама жасайын деп жатырмын. Ішкі құрамы, наны дайын. Нанына мен ұн, жарты кесе су, бір жұмыртқа, тұз салдым. Ал ішкі құрамына картоп, фарш, пияз, қара бұрыш пен тұз салынған еді. Енді өздеріңіз қарайсыздар. Әр адамға әртүрлі. Кейбір адамдарға картоп салған ұнайды, кейбіреуіне ұнамайды. Әйтеуір бір түсінгенім, неғұрлым пияз көп болады, соғұрлым іші сондай құрғақ емес, күшті болып келеді. Сол себептен пиязды көп салғанды ұнатамын өзім. Және де негізі бұл манты болайын деп жатқан нәрсе еді. Алайда желкемнің қыры жібермей, еріншектеніп, мен бұл нәрседен орама жасап тастайын деп жатырмын. Оны біздер бәрібір Айбек екеуміз жейтін нәрсе. Сол себептен солай жылдамырақ деп баламен отырған кезде орама жасап тастаған жеңіл әрине. Орамамды пісірейін деп жатырмын. Бірінші партиясын жеп қойдық. Екіншісін осылай қатырып қойған едім. Жеуге өте ыңғайлы. Манты болсын, қандай зат болсын, осылай мен мұздатқышқа салып қатырып қоям, сосын пісіре берем.
Менің орамам пісті. Айбек мырза қалай? Дәмді ме екен? Дәмді. Қандай баға қоясыз? 5 қол. Қазір Айбекпен, Әдөшпен үшеуміз баяғы бітпейтін бір шаруалар ғой енді. Шығайын деп жатырмыз. Шашымды осылай жасап алған едім. Бұйра. Кеше суға түсіп алғаннан кейін өріп алғам. Бүгін тұрсам, таңертең пудель деген ит бар ғой, соныкіндей болып кетіпті. Соған күліп жатырмын. Бірақ кей кезде осындай болып тұрғанда жақсы. Біздер балалар киімі дүкеніне бара жатырмыз. Киім қарайын деп, ойыншықтар қарайын деп. Бүгінгі күн керемет, шуақты, күн нұрын төгіп тұр. Аспанымыз ашық, жып-жылы, жайлап жаз түсіп келе жатыр. Көңіліміз керемет, көтеріңкі. Күшті машиналар тұр ма? Эльфард тақты. Қай жерде Эльфард? Дәл-ме-дәл макеті ма машинаның? Да? Evet, olmuştur. Жигули. Еще жастағы балдар ойнайды осындай ойыншықпен. Айба, баланы қорқытатын кактустар қойсың де ме? Сол бүкіл бөпелер осыдан қорқады. Мына біздің Әдөш қорқпайды деп ойлаймын қазір, да? Лала фан-фан дейді. Үйректің или балапан ба кім не? Соның аты сондай екен. Толған ойыншық. Жерде кішкентай балдарға арналған ойыншықтар бар екен. Егерде сіздің развивающий ковригіңізді илетін игіш жаңа ойыншықтарыңыз жоғалып қалған болса, мұны сатып алуға болады екен. Қараңыздар, бізде тап осындай ойыншықтары бар, бірге келген. Бірақ біздің қыз енді өсіп кетті одан әрине. Бағасы 1500 теңге екен. Ойыншықтың енді сан алуан түрі бар. Тіпті мынандай ойыншыққа дейін бар екен. Мындай велосипедтер бар екен. Шермамын дейді жазған. Осындайдың сүр түсі Рего дейді. 30 мың екен. Бізге жақын арада керек нәрсе болуы мүмкін. Пластмасс домбыралар бар екен. Жүре берсем қызықты нәрсе енді өте көп. Неше түрлі барбилар бар. Негізі осы барбилардан маған осы фирма ұнайды. Мен білмеймін қалай дұрыстап оқылатын. Дефалюсима. Бірақ осы ойыншықтар өте сапалы болып келеді.
екінші этажы. Пәтер бұл жерде бар. Саналуан түрі. Чунга-чангадан ойыншық қарап жүргенде мынандай ойыншық тауып алдым мен. Енді Айбек осыны балалық шағын есіне алып, бір ойыншықты менен тартып алды. Маған бер, мен ойнайым деп. Енді өзі рахаттанып ойнап отыр. Балақсы. Ішкі дүниемізде барлығымыз баламыз да. Кішкентай. Нені қара? Толтырып қойдым бір жағы. Неге екінші жағын толтырмайсың? Екінші жағын толтырамыз. Молодец. Өте қызықты екен. Жарайсың. 5 сағат. Үй жақта жүрміз. Есік алдында осындай футбол ойнайтын жер бар. Барлық ойнап жүрген балдар үйлеріне кіріп кеткен. Біздер кешкі ауа жұтуға шықтық. Әдіш ұйықтап қалды. Бір 5 минуттың ішінде тек шыққан едік.